саламатсыңдар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыз 31 мамыр күнінің қуғын-сүргін ашаршылық құрбандарына арналады. Тақырыбы зобалаң жылдар жаңғырығы. 1932-1929 жылдар аралығында қазақ зиялыларының қисынынан құлатқан қуғын-сүргін құрбандары, қайран қазақ елі, жас ұрпаққа айта алмаған, жеткізе алмаған, жан дүниеңді дір еткізетін сырға, мұңға толы тарихи парақтары қаншама әлі. Оған куә мына жатқан кең дала, заңғар таулар, өзен көлдер, құм таулар, тарихи ескерткіштер. Қазақ халқы бұл дүниеде не көрмеді? Сонау ақтабан шұбырындыдан, Алакөл сұлама заманынан бастап қаншама қырылған қазақ халқы. Репрессия жылдарына дейінгі аралықта халқымыздың сонау кең жаһан далада өмір сүруі не жойылып кету қаупі тұрған еді. Қуғын-сүргін құрбандарына арналар. Ойсыраған орным тумаса да, күтті сені қанша жыл ел болсаға. Амал нешік дәстүрден тайды халқым, аққуларды артуға болмаса да, әлдекімге білгін жақпады ма, әлдекімге ұлығым жақпады ма, 30-ға жасы жеткен ағаларды ақ қарасын айырмай атқаныма. Қанатымды самғатып қақтырмады, жан отымды лаулатып жақтырмады. Керек болған халқыма арыстарды көзден ғайып қылды да таптырмады. Жұрт кетпейді айналып аймағынан, көңілге да орындойға күмән. Сүттей таза халқымды іркіт қылып, алдымен айырды қаймағынан. Әке тұрып, сөйлеп кетті баламыз, ағайынан алыс кетті арамыз. 3 миллион аштан өлген баламыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Айта тұғым келді бүгін күндерім, тілін кетсе, күні қоса кетерім, қайран елім қалай ғана білмедім. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға тысқаны атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен, өз ауылымның иттері кеп қапқаны. Халқым елім жерім атам екенім, білігіміз білектің күшіне емес педі. Аш жалаңаш қайда беттеп барасың, қара шаңырағым шайқалып жерінен қолып қайдан пана іздейміз. Халықтың ойлағаны бір-ақ нәрсе. Күнім не болады? Заманым не болады? Ұрпағым не болады? Ата-бабамыздың қаны төгіліп қорғаған жер еді ғой. 1920-1950 жылдары жаппай тұрғындарды күшпен көшіру Сталиндік қуғын-сүргіннің бір бөлігіне айналды. 34-1944 жылдары көшірілгендерді арнайы қоныс деп атады. Күрділердің Қазақстанға депортациясы да соғысқа дейінгі кезеңнен басталады. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Кавказ өңіріндегі күрділердің аз бөлігі Ресей империясының қол астына қарады. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін Әзірбайжан құрамында 1923 жылы Күрдістан автономиялы республикасы құрылғандығы белгілі. Алайда 1936 жылы күрділердің ғасырлар бойғы арманы аяқ асты етіліп, өздері сенімсіз халықтар қатарына жатқызылды. 1937 жылдан бастап ешбір негізсіз 7300 күрділер Армения, Әзірбайжан аумағынан көшіріліп, орталық Азия мен Қазақстанға қоныстандырылды. Күрділердің озық ойлы демократиялық бөлігі тұтқындалып, ату жазасына бұйырылды. Күрділерді көшірмес бұрын олардың дүние мүлкі, малдары тәркіленіп алынды. Халықтарды логикалық актілермен депортацияға ұшырады. Бас кезінде олардың кейбіреулерінің немесе көпшілік бөлігінің өз отанын сатқандығы атап өтілді. Артынан аталған халықтарды тұтастай шығыс өңірлерге көшіру туралы шешім қабылданды.
Дәл осындай сценариймен Қарашай, Қалмақ, Шешен, Ингуш, Балқар және тағы басқалары Солтүстік Кавказ, Грузия, Қырым өңірінен халықтар көшіріліп, ұлттық автономиялар жойылды. Басқаша айтқанда, олардан ұлттық мемлекеттілігі тартып алынды.